Сәлем достар, сендермен бірге Рай KZ. Естерінде болса, мен кедей отбасыға бала болдым. Бүгін соның екінші бөлімін тамашалайсыңдар. Олай болса, кеттік, бастаймыз ал. О, маған анашым звондап жатыр екен. Алло, қазір. Алло, балам, қалайсың? Мам, қалыңыз қалай дейін? Жеттің ба? Міне аэропорттан түсіп жатырмын бұйырса. Погода қалай екен? Погода керемет, ұнап жатыр, түсе сала. Балам, жаным, сені уже сағынып қалдық. Йо, маған да бір телефон. Қазір қояқыз. Уайымдамаңыз, мама, барлық жақсы. Мен бұл жаққа арманын қуып келдім ғой. Не? Балам, мен де барғым келіп еді. Иә, мам, білем ғой, сіздерде ақша болмағандықтан осылай келе алмай қалдыңыздар. Ой, мамаларымның единициясы бітіп қалды. Жарайды, орналасып алғаннан кейін звондаймын ғой. Мам, пап, сіздерді қимай тұрмын бар ғой. Сау бола ғой қызым, біз саған сенеміз, оқуың жақсы оқы, жарай ма? Иә, жарайды. Мам, пап, рахмет сіздерге көп. Мені уайымдап сіздер орналастырып кеттіңіздер. Сау бола ғой қызым, оқу біткенде барам. Иә, не ғой, жатақханаңа орналасып ал. Мен сені жақсы көрем қызым. Рахмет, мам. Жылама, иә? Жоға, жыламай. Жарайды. Жылағым кеп тұрған жоқ, негізі өтірік сей салым. Жарайды, шығарып салым. Ал достар, мен өзімнің мектебіме келдім, жаңа мектебіме. Өте әдемі, керемет екен. Мен оғым, Жуконай емес па? Давайте, мен мектептен қазір фото жіберем. Жуконай ғой, бұл да осы мектепке түскен ба? Давайте. Мәссаған. О, Жуконай, қалайсың? Шоштың ғой, Рай, айқайламасай. Қалай жағдай? Сені көргеніме қуаныштым. Немене? Қолың 180 градусқа айналып кетті ғой. Жоға, жаңа мамалармен сөйлесіп жатқам, гимнастикамен айналысып жүргем. Татауы осылай ұстайсың ба телефонды? Ну, иә, айфон ғой. Қалайсың? Жақсымын. Мен де жақсымын, рахмет. Көргеніме қуаныштымын. Сен де осы мектепке түсіпсің ғой, иә? Иә, мен таң қалып тұрмын ғой. Сен осында түстің ба оқуға точно? Иә, мен де өз біліміммен әрең түстім әйтеуір. Мен ақша жоқ ештеңе. Жоқ, білімділердің мектебі ғой, таза білім. Иә, құттықтаймын сені. Білімің бар шығар? Чуть-чуть. Осында оқуға түсу қиын ғой негізі. Айтқандай, мама папаң қалай? Мама папа жақсы, сол өз қаламызда қалды. Ауырып жатыр еді ғой, жақсы ма? Жақсы, қазір бәрі дұрыс, болса шығарып салатын мүмкіндік болмады, қалады. Жарайды. Онда достарымыз келген сияқты ғой? Иә, достарымызбен танысайық. Иә, бір класста оқитын шығармыз. Білмеймін, мектеп күшті екен. Айтқандай, Рай, мен жатақханаға қалам, сен ше? Иә, мен де жатақханаға барам, басқа баратын жерім жоқ. Иә, біздің де туыстарымыз жоқ. Күшті дейді ғой бұл жердің жатақханасы. Білмеймін, көрейік енді, бірінші. Өте жақсы дейді. Иә. Мен де бармын ғой жатақханада. Қош, сен де барсың ба? Сәлем. Жатақхана дейсіңдер ме? Иә, жатақхана деп жатырмыз. Жатақханада жатады екенбіз ғой, барлығымыз. Күшті. Біз достарымыз айтқандай. Менің атым Рай. Қуаныштымыз. Танысып отырайық. Менің атым Дефне. Вау, күшті қой аттарың. Сенің атың кім? Менің атым Джон, дей беріңдер. Танысқаныма қуаныштымын. Барлықтарыңмен. Иә, мен де қуаныштымын. Менің атым Жуканай. Бәріміз дос болайық. Күшті. Иә, бәріміз дос болайық. Біз Раймен онсыз да бір ауылда тұрамыз. Иә, бір ауылдан келдік. Не болған, шашым май. Жоқ, таза негізі. Тарақ берем саған, тарау бол. Жаңа ғана аэропорттан түскенмін ғой. Мына баланың киімі қалай? Сенмен дос болмайтын шығармыз біз. Әркім барын киеді ғой, енді барымыз осы, барымызға киіп жүрміз. Қойсаңдаш, Рай, көңіліңе алма, жарай ма? Жарайды, ештеңе етпейді енді. Ашуланба, тісің көрініп тұр. Жарайды енді, бірақ ашуыма тиіп жатыр. Болды, жігіттер, қойындашы. Ой, қорқып кеттім ғой, Рай, сенен. Мен қорқуға болады. Көреміз. Қазір апай келсе, болды, ұрсат қойындар. Достар, біз жатақханаға келдік. Бізді Бақчош апай күтіп алды. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіңдер ме? Кіріңдер, тез. Кірейік, көрейік. Жатақханамызбен танысайық. Вау, керемет қой мынау деген. Точно жатақхана ма? Менің үйімнен де керемет қой ма? Саған. Бірінші рет көріп тұрмын бұнда жатақхананы. Мен сендердің осы жерде қарайтын апайларыңмын. Қазір тағы да бір сменге ауысып бір апай келеді. Артық адам кіргізбеңдер, түсінікті ме? Иә, апай, артық адам кірмейді ғой. Қолдарыңа карточка береміз, сонымен кіріп шығып жүресіңдер. Мына полицей күзетші сендерге қарап жүреді. Жарайды, ата береді екен. Иә, пистолет сондай. Өздерің танысып алыңдар енді үйдің ішімен. Жақсы, түсінікті. Менің үйім бұл жерден дәу ғой, апай. Бала, бұл жер сенің ата-анаң жоқ. Короче, кеттім, қойшы.
Ей, айтқандай кілтті қалдырып кетейін қазір, ұмытып кетіппін ғой. Жақсы, сау болыңыз, рахмет. Иә, қазір келеді кешке бір апайларың. Мә, күшті екінші этажға көтеріліп бөлмемді көрейінші. Мә, ұлдардың бөлмесі осы. Мә, күшті, қандай мына жерде 2 адам жатамыз ғой біз. Мә, саған мына айнаның көріністі қарасаңдаршы, достар. Күшті. Жолын екеуміз бір бөлмеде екенбіз ғой. Мә, күшті болды ғой негізі. Несі күшті? Енді ұлмыз ғой, біз қыздармен жатпаймыз ғой, ты чё? Әлде қыздармен жарайды қоясыз. Соны айтып отырмын ғой енді. Түсінбейсің де шығарсың сен. Не ғой, атың кім еді? Суға түсіп кеш, бір сасып тұрсың. Үстім таза, ойындама. Фу, сасып тұрсың. Мен қабырға жаққа жатамын, сразу айтайын. Мен сенімен жатады деп ойлама. Бөлек төсекте жатам, қазір нәжіге қойып алам. Жарайды, қалауың білсін. Маған вообще күшті, кейін жатам, өзің біл. Ой, төсегіме жатып көрейінші өзі. Қандай жоп-жұмсақ шығар. Ой, рахат-ай. Қандай қойдың үстінде жатқандай жоп-жұмсақ екен өзі. Мә, банан жемегелі қашан, күшті екен банан. Ойбай, балалар, сәлеметсіңдер ма? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, апай? Сіз кімсіз? Мен сендерге айтқан шығар жаңа. Мен осы сендерді не деп айтады? Бақтияршымын. Е. Сетті өшіріп жүрді, түсіндіңдер ме? Папам айтам өшірме деп, өшірмейді. Ей, қойшы, папаңның мұнда жүрмейді ондай закондары. Өзіміз төлейтін шығармыз? Жақсы. Ой, сендерме қиын болады ау деймін, осы бар ғой адам қан ішіп бастысыңдар. Кеттім мен. Сау болыңыз. Сау болыңыз, апай. Иә, мына апай ұрысқақ екен ғой, что-то достар. Айтпа деймін. Солай сияқты өзінше ұрса береді екен. Жарайды, қоя салыңдар. Ал достар, таң атты мен мектепке кеттім. Жаяу жүгіріп бара салам. Жеттім әйтеуір. Мә, бәрі кеп апты ғой, мен бақа жаяу жүргенше. Отыр, апай борға кетті, білмей қалады. Байдың балалары машинамен кеп апты. Жарайсың, Рай, бүгін сабағың ерекше, отыра ғой. Рахмет, апай, камен бітіріп тастайын, қазір кішкене қалды. Жоқ, отыра ғой, бара ғой. Қазір даган айтсайын. Отыра ғой, айналайын, отыра ғой. Жарайды, апай, айтқызбадыңыз ғой. Келесі біреу шығарайын да құрсын, бәрің. Әлі айтарым көп еді негізі, апай. О, сабақты бітті міне. Кеше бір жұмыспен сөйлесіп қойып едім заправкада, заправщик болып. Қазір барып сөйлесуге барамын. Көп жұмыс істеп ақша табуым керек. Жеттім әйтеуір. Саламатсыз ба, қош келдіңіз. Саламатсыз ба, мен кеше жұмыс бойынша звондап едім сізге. Иә, сен бола ма? Иә, бүгін сөйлесуге келдім. Иә, бұнда сол бензин құю, машина жуу істей ба? Иә, істеймін, қолымнан келеді барлығы. Ешқандай қиындығы жоқ. Жарайды, онда қазірден іске кірісе бересің бе? Как раз адам жетпей жатыр. Иә, жақсы, кірісе берейін. Сәлеметсің бе, машина жуу керек. Жақсы. Көлік жуатын жер қай жерде еді? Мына жақта екен ғой. Тез жуып бересіз ба, асығасың? Болды, қазір жуып беремін. Иә, тезіретіп. Мына бір кнопканы басамыз, өзі жуыла береді ғой. Иә, жақсы, рахмет. Негізі ешқандай қиындығы жоқ. Мә, мойка күшті екен мынау, иә. Біз жақта бұндайда мойка жоқ қой. Ақшасын қайда төлеймін? Ақшасын кассаға төлейсіз, мен ақша алмаймын. Жақсы. Так, заправка жасайық енді, заправка машина келсе. Алғашқы машинам. Мында мына жағына келесіз. Мынау әйел адам ғой деймін, дұрыс айдамай келе жатыр что-то. Мен кластасым ғой бұл. Мә, Жуконай кеп апты ғой. Ар жағында тағы бір күшті машина келді. Жуконайға бензин құйып берейін. Машинасына отырып аппын, құрсын түсейін, ұрсып жүреді тағы да. Саламатсыз ба, сізге де полный бак па? Иә. Жақсы, құйып беремін қазір. Кезінде әкем маңдай термен еңбек еткен, қиын деуші еді. Шынымен де оңай емес екен маңдай термен ақша тапқан. Жарайды, адал табысқа ештеңе жетпейді. Зато барлығын өз еңбегіммен тауып жатырмын. Бүгінгі күнім сәтті өтті, достар. Енді ертең мектепке барам, хажабы ұйықтап үлгерейін, жатақханаға кеттім мен. Мә, достар, біраз кішкене ұйықта қаппын мен, сабаққа кешіп қалмасам болар еді. Келіп апты барлығы. Апай келіп апты. Рай, сәлем. Сәлем, қалайсың? Апай келді. Апай, саламатсыз ба, кешіріңіз. Сәлеметсің бе? Кішкене кешіп қалыппын. Бастаймыз, іштен кетпейді. Бірақ мен емес сияқты ғой, жалғыз кешігіп жатқан. Иә. Жалпы апай, қазақ тілінде 7 септік бар. Жуконай қақаң ертеге бап бірінші келіп сабақты бірінші айтып кеткен қараш, мен екінші жұмысыма кетем ба десем, тезірек келіп айтып тастап. Жуконай, отыра ғой, жарайсың. Рай, сен шыға ғой. Жақсы, апай. Охранник бізбен бірге сабақ өте ма, немене? Сабақ айтшы. Иә, апай, рахмет. Бүгінгі Жуконай дұрыс айтады, қазақ тілінде 7 септік бар, апай. Сұрақ жауаптарын айтып шық. Кімге неге?
Сабақта бітті әйтеуір. Тез кетейін, екінші жұмысқа сөйлесіп қойып едім. 2 жұмыс істеп ақша көп табайын деп жатырмын бұйырса. Ал достар, мен екінші жұмысыма келдім. Официант болып жұмыс істеймін. Менің қонақтарым менің класстастарым ғой бұл. Тілім келмей қалды. Официант. Кішкене ұялып тұрғаным ай. Официант. Мазақ қылмаса болды енді. Рай. Сәлем. Сәлем, қалайсыңдар? Мә, жұмыс жасап жатсың ба десе? Иә, осында жұмыс жасаймын мен. Маған маргарита. Мә, Жақсы, қазір алып келемін. Күшті. Рай, сен ба? Танымай қалдым. Рай, сен өзің неше жұмыс жасайсың, а? 2 жерде жұмыс жасаймын, енді маған көп ақша табу керек. Бірақ, сен жарайды қойсыншы. Маған маргарита, маған сусын болса. Болды, қазір алып келемін. Маған да бір сусын бере саласың ба, Рай? Жақсы. Рахмет. Дефне, айтам да, біз құсап отырмай ма заказ беріп, официант болып жүргіз істеп жүргеннес. Соны айтам. Соны сол ғой, мама папамыз бізді күшті, қайта ақша көп беріп қойған ғой. Бірақ оны білесің ба? Ол деген сияқты боламайды. Бірақ сен кедей екенсің ғой. Ха-ха-ха. Қыздар, қойындар, олай демеңдер. Адамның көңіліне тиеді. Рай, оларға ренжіме. Қойшы жүканай, кедейлер қайыршылар ғой. Жарайды, заказдан алып келемін. Жарайды, олар сөйлей берсін. Айта берсін ауыздарына екенін. Мен бірақ мұңаймайым, сынбайым. Менің өзім мақсатым бар, арманым бар. Соған жету жолында бұндай қиындықтар маған ештеңке емес. Жастар, мыналар дұрыс болмады. Сөйлеп қайтайыншы. Мына заман қай заман? Отырыстарын қараш, қыздар. Дұрыс емес қой сендердікі. Қыздар, олай демеңдер. Рай көңіліне алып қалады. Бір сенде. Біздің сыныпта оқымағанда күшті болар еді. Дефне қойшы келіп қалды өзі де. Мына қыздар, заказдарымды алып келдім. Рай, рахмет. Не ғой, Рай, кешір бізді. Қыздар әлі дұрыс сені танымайды, егер таныса, сені жақсы көріп кетеді. Ештеңке емес, ол әркімнің өз ойы өзінде ғой. Қанша сағат болды, жоқ бет кеттің ғой. Ас болсын. Суып қалған жоқ па? Суыған жоқ, жаңа дайын болды. Қыздар. Балам, тоқтай тұршы, саған айтарым бар. Яғы не болып қалды, бірдеңе дұрыс істемедім ба? Жоқ, барлығы жақсы. Мен болғана сенің класстарың саған айтқан сөздерін естідім. Балам, мұқият тыңдашы. Мен де сен сияқты кедей болғам кезінде, бірақ қазір мына жердің барлығын полный мен басқарам. Егер менің сынақтарынан өтсең, сенімді ақтасаң, саған осы үлкен жұмысты сеніп тапсырам. Қалай ойлайсың? Жақсы аға, сеніміңізді ақтауға тырысамын. Сен мойыма, ертең келесің ғой, саған жұмыстарды түсіндірем. Жақсы, міндетті түрде келемін. Сабақтан жатақханаға келіп жатырмын. Уақыт деген зымырап өтіп жатыр. Уже 1 айда уақыт өтіп кетті. Біраз отырып демалып алайыншы. Айтпесе шаршап кеттім. Отырдым ау, қандай керемет. Джонни, анам қарасай, Рай кепті. Көрдім ғой. Давай пранк жасайық, ана суын төгіп құлатпаймыз ба? Біз сияқты баяу болғысы келеді ау деймін. Тыраштанып өзінше. Давай, төктім суды. Шақырайық Райды. Райтик, кесеш, Райка. Ойбай, тұра тұршы, былай тұршы, мен мына жаққа тұрайын, болсайшы, қазір біліп қоймасын суды. Көріп қоймасын. Так, ойбай, өзім қолғап қалдым ғой, ё-мое. Джонни, тұр тез, ана келеді қазір. Тұрдым, Рай. Тұрдым, Джонни, не болды? Кеп кетші, әңгіме бар. Келетірім ол. Саған дерске әңгіме бар. Жақындасай, жақында, тағы да, жақында. Не болды? Ой-ой-май, не істедіңдер бала, әр жерлерім ай. Фотоға түсіріп ал. Жіктерін аларым болмады сендердің, Фотоға түсіріп ал, Рай сен. Адамды күлкіге мазақ лайк жинаймыз. Өтті. Соны айтам, құлаған қалай болды екен? Күле салайын беттеріңе. Жарайды, қазірше күле салайын. Потом көресіңдер менің немен айналысып жүргенімді. Кім болатынымды көресіңдер ғой әлі болашақта. Рай, ренжіп қалды ау деймін. Кетіңдерші бар. Фата-тита. Достар, арада 1 жарым жыл өтті, аз уақыт емес. Мен өз оқуымды аяқтап, осы жасап жүрген жұмысымда бастығымның сенімін ақтап, осы торговый центрдің бастығы ретінде тағайындап қойды мені. Бүгін класстастарымды осы жерге шақырдым. Өзімді басқа қырымнан таныстырмақшымын. Олардың реакциясын көрейік, қандай болатынын. Бірге тамашалайық. Қыздар, келгеніңіз жақсы болды ғой. Сәлем. Класстастарым қалайсыңдар? Рай, әдем болып кетіпсің ғой. Рахмет. Сендер де кәдімгідей қолдырып кетсіңдер. Кеше телефонмен айтқаныңда құттықтап үлгермей қалдым. Бүгін қыздар да шақырыпсың ғой.
Иә, Мені шақырмайсың ба басты? Келдім енді өзім де жетіп. иә, барлығыңды көргеніме қуаныштымын. Рай, бар, официант киіміңді киіп кел. Мұндай прикол өтпейді бізге. Жоқ, қыздар, бұл прикол емес. Я, Дефне негізі Рай. Зүкіні тұра тұр, айтпай ақ қой ештеңе. Ана ішіндегілерін айтып алсын, мен туралы ойларын жеткізіп алсын. Соны айтамын Дефне. Қыздар, негізі жарайды. Өтірік біздің өзімізше бай болып көрінгің келе ма? Как будто, немене тағы ат не дейтін еді, Вайлберстен сатып алғансың ба? Рай, сені көргеніме қуаныштымын. Қалыңыз қалай аға? Бірақ жасамаш бізге Рай. Ал енді мен сендерге осы торговый центрдің жаңа бастығымен таныстырайын. Бұл Рай, фамилиясын ұмытып қалдым. Енді торговый центрдің бастығы, таныспайындар. Менің бизнесім шығынға кете жаздағанда осы бала құтқарып сенімімді ақтаған. Иә, қыздар, жаңа сендерге соны айтқым келген. Рай енді осы жердің бастығы миллионер ғой. Рахмет, барлықтарыңа. Мә, шымба ата? Құттықтап жатқандарыңа рахмет. Ема, серьезно? Иә, Райдан кешірім сұрағандарың дұрыс шығар, қыздар, қалай ойлайсыңдар? Бай болса ғана сыйлайсыңдар ғой адамды. Не ғой, так, сен жақсы баласың негізі, Рай? Иә, білем ғой. Иә, киімің сондай жарасып тұр, денең де шығайын деп қапты. Болды, өйтіп нетпей ақ қойыңдар. Рай, негізі сен жақсы баласың. Біліп тұрмын. Бізді ренжімеш бізге, иә? Иә. Сонда қазір қанша теңгең бар? Қыздар, маған Рай өткенде айтып қойған ғой. Давайте енді Райды құттықтайық. Иә, дұрыс айтасың. Мына Рай ма, Джонниға айтуым керек. Джонни дегендерді алып келмедіңдер ма бірге көретін? Джонни, мама папасымен кездесуге кетіпті. Жарайды, маңызды емес болды. Рай, артық кетсең кешір бізді. Мен бұны ешкімге мақтану үшін істеп жатқан жоқпын. Достар, көріп тұрғандарындай мен өз мақсатыма жеттім. Өз мақсатыма сендім, берік болдым. Кезінде кедей отбасынан шыққаныма ұялмаймын, зато ата-анамды. Енді ата-анама қалағандай өмір сыйлаймын, үлкен үй алып берем. Достар, сендер де мен сияқты армандарыңа, мақсаттарыңа адал болсаңдар, мен сияқты үлкен жетістік күтіп тұр сендерді. Сендермен бірге болған Рай KZ және Жуканай. осы история сендерге ұнаған болса, комментарий жазып, лайк басып, қолдап кетіңдер, достар. Рахмет. Всем пока-пока.